Сәлем бердік баршаңызға. Бүгін біз чупа-чупстен букет жасаймыз. Мини букет бомбонерки деп аталады, той бастарға арналған мини букет. Чупа-чупсымыз біздің 1 килоға жетпейді. Осындай корзинада өзім алдын ала жасап қойғам, сіздерге көрсетіп жатырмын варианттарын. Ал енді келесісін жасаймыз. Ол үшін осы полностью ашық, негізінде мына чупа-чупстың ішінде 900 граммдай екен. Ал арқылай кейде 900, кейде 800, кейде 1 кило болады. Магнумда 1 килосын өзі 3,5 мың теңге. Ал сіздер оны оптовкадан ала аласыздар 1000 теңгеге. Міне қазір таразыға салып көрсетейін, бұның қанша болатынын. Өйткені айтып жатырмын ғой, әр жолы әр қандай болады. Мысалға, менің алдыңғы жолы алған 103 бөгім, ол 900 грамм болған. Бұл жолы 817 грамм болды. Осылай өлшеп біліп алсаңыз да болады, бірақ оның пайдасы да жоқ. Өйткені ол, міне мысалға біз осындай үлкен скотч алып аламыз. Кішкентай скотчпен болмайды. Бұл жаңағы шашылып кетеді. Көріп тұрсыз ғой, менің бір саусағым жартысын алып тұр да скотчтың. Значит, 2 саусақ тұру керек. Үлкен бас бармақтың өзі. Мына шпажты аласыз, жартылай кесіп аласыз. Прямо екеуінің қосылған жерін чупа-чупспенен жаңағы шпажканың қосылған жерін скотчтайсыздар. Өйткені оны жасамасаңыздар шығып кетеді. Мысалға, мынау жасалып жатыр ғой қазір, екеуінің орны жасалып жатыр. Соны жасауларыңыз керек сіздер, чтобы ұшып кетпес үшін. Мыналар алдын ала менде дайын тұрғандар. Қазір видеоға отырмайын дедім, әрқайсысын сіздердің уақыттарыңызды алып. Енді ортасына 3 қоясыз ба, ортасына 1 қоясыз ба, оны өзіңіз шешесіз. Мен ортасына 1 қоям. Сөйтемді жан-жағына 6 қоям, общий 7 болады. Если сіз ортасына 3 қойсаңыз, ол кезінде көбірек кетеді. Чупа-чупс көбірек кетеді. Конечно, ол кезінде ножкасы 15 сантиметр емес, ножкасы уже 20-25 сантиметр болады. Соответственно, 25 сантиметрге дейін барады сіздің ножкаңыз. Міне осы скотчты теріс қаратып қойып, обязательно жаңағы упаковкамыз жабысу үшін теріс қаратуымыз керек. Секатордың көмегімен шпажканың аяғын қырқып, өзімізге туралап, уже дайындаймыз. Упаковка өзіңіз таңдайсыз, қайсысын қоятынын. Главное, чтобы таза упаковка болса болды ғой. Светін сіз любойын қоя бересіз. Бір упаковканы 2-ге бөліп, ол екінші частын 3-ге бөлесіздер. Мұнда 4-ге бөлесіздер. Артқы жағын үлкен қылып аламыз. Алдыңғы жағын 3-ге бөлеміз. Қалған 4-тен 1 бөлігін 3-ге бөлген. Артқы жағын X қылып, степлердің көмегімен қыстырып аламыз. Қаласаңыз 3 жерден, қаласаңыз 2 жерден, 1 жерден қыстыруға да болады. Негізінде 1 жермен де удобно. Мен мұнда 3 рет степлер салып жатырмын. Біреудің өзі де жетеді, ұстап тұрады. Біз жаңа скотчты теріс қарап айналдырғанның арқасында мына упаковка жабысады. Қазір жабысып тұр. Скотчпен айналдырып, тоже теріс қаратпаймыз бұл жолы оң жағымен. Потом жаңағы 3 бөлікке бөлдік қой, 4-тен 1 бөлігін. Сол 4-тен 1 бөлігін 3-ге бөлген жағын енді өзіңізден аласыз да жанына қоясыз. Осындай упаковка болады. Қаласаңыз осылай да қойсаңыз болады. Өзіңіздің фантазияңыз енді ол ары қарай. Достар, лайк, подписка, комментарий басуды ұмытпаймыз. Ол сіздердің менің каналыма өсуге деген, дамуға деген үлестеріңіз болады. Менен лайфхак, сіздерден лайк, подписка жасаңыздар, я? Бізде мынау 100 штук дедік қой, 100 штуктен 14 штук бомбонерки шығады.
14 штук бомбонер киім себестоимости бізде 150 теңге. Упаковкасын, скотчын, жаңағы шпажкасын бәрін қосқанда 150 теңге шығады. Сол 150 теңгені 2-ге көбейтесіз ба, еңбегіңіз, 3-ге көбейтесіз ба, өзіңіз білесіз. 3-ге көбейтсеңіз уже қанша 450 теңге болады. 2-ге көбейтсеңіз 300 теңге болады. 450-ден нормально сатуға болады екен. Ал міне уже біздің упаковкамызда біте қалды. Осылай екінші жанында аяғында жабамыз біз. Жақсылап ұстап тұру керек. Осы асты жағын. Біріншісін, 10 шақтысын істеген кезінде сәл қиын болмайды. Қиын болады. Қолыңыз үйренгенше, потом уже қолыңыз үйренгеннен кейін сырылдатып жібере бересіз. Мен уже бантик жасап жатырық. Сары свет алдым, золото, алтын свет. Өйткені біздің ішімізде қызылдыңша двухсторонний ғой упаковкамыз, іші алтын свет. Поэтому осы сары светті алуға тура келді. Сары дегенде алтын свет ғой. Ал енді қыздар, жігіттер, байлар, ханымдар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ұнаса да, ұнамаса да өздеріңіз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Осы жерге жеткендеріңізге рахмет, алғысым шексіз. Енді біз только осыны арқарай жасауымыз керекпіз. Біз көрдіңіз ба, аяғын жаптық, чтобы шпажка көрінбес үшін, тарелкеде әдемі тұру үшін. Соның бәрін учитывать етіңіздер. Міне уже екінші рет көрсетіп жатырмын. Бұл жолы тезірек көрсетуге тырысамын. Ал бомбонерки жасайтын болсаңыз, бұл видеоны 2-3 рет алдын ала қарап алыңыз. Жасап жатқанда да қосып қойыңыз, чтобы білетін тонкостін. Аяғын обязательно жабыңыз. Көп қыздар аяғына упаковка жилет етеді. Жаңа көрсеттім ғой. Жарты упаковканы жасап жатырық. 1,5 емес, жарты упаковканы сіздер аласыздар да, оны 2-ге бөлесіздер. 2-ге бөлген частын артын қойып қоясыздар да, алдын 3-ге бөлесіздер. Бұл сол ғана. Мына жерде енді мен кішкентай 2 вариантта лента жасадым. Алдына сіздер өздеріңіздің наклейкаларыңызды қоясыздар. Достар, видеомыз соңына жетті. Лайк, подписка, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыз. Үйіңізде той көп болсын, аман болыңыздар.